Баршаға сәлем, қымбатты тыңдарман. Ресми ақпараттарды әрдайым біріншіден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін баса кетіңіз. Лайк басқан қолыңыз Кабатола қабырғасын ұстауды нәсіп етсін. Ендеше мен бастадым. Алматы облысындағы бірнеше үйде жарылыс болды. Оқыс оқиғаның себебі газ құбырындағы қысымның күрт өсуімен байланысты. Алматы облысындағы бірнеше үйде жарылыс болды. Алматы облысының әкімдігі бүгін Алматы облысындағы Гүлдала елді мекеніндегі жеке үйлерде газ жарылды деп хабарлады Түркістан.кз облыс әкімдігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап. Оқыс оқиғаның себебі газ құбырындағы қысымның күрт өсуімен байланысты. Жағымсыз жағдай Байтұрсынов көшесінде сағат 6:15-те және Сүйінбай көшесінде сағат 8:20-да орын алған. Жеке тұрғын үйлерде газ ауа қоспасының жарылуы салдарынан газ жарылды. Зардап шеккен 4 адам ауруханаға жатқызылды. Оқиғаның себебін анықтау үшін зерттеу сынау өрт зертханасының қызметкерлері мен төтенше жағдайлар бөлімінің анықтаушысы барды деп хабарлады әкімдік. Қазіргі уақытта Тәуекел Алғабас газ шаруашылығы мекемесінің өкілдері Гүлдала ауылындағы тұрғын үйлерді тексеріп жатыр. Видеомыз кеңінен тарап, қажетті жерлерге үшін лайк түймесін баса кетіңіз. Комментарияға ой-пікірлеріңізді жаза кетіңіз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.